әріптестер, бұл жерде енді келесі кезек маған жаңағы көркем еңбек пәні мұғалімін, педагог зерттеуші Саренова Гаухар Сұлтанқызы. Осы авторлық бағдарламам «Гобелен тоқу өнері» 7-8 сыныптарға арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Жұмыстың мақсаты сәндік қолданбалы өнер түрлері ретінде тоқылмайтын гобелен өнерін үйрету және бұйым дайындау. Менің атымды Жұмыстың объектісі сәндік қолданбалы өнердің түрі ретінде тоқылмаған гобеленмен бұйым жасап үйрену. Жұмыстың міндеттері сәндік қолданбалы өнердің түрлері туралы негізгі мәліметтерді қарастыру, үйірме жұмысының қажеттілігі туралы мәлімет беріп, үйірме жұмысының тақырыптық күнтізбелік және сабақ жоспарларын жасау. Тоқылмайтын гобеленді қолдана отырып, бұйым жасау технологиясын анықтау. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Жұмыстың ғылыми жаңалығы сәндік қолданбалы өнер түрі ретінде тоқылмаған гобелен тігу өнері мен бұйым жасау технологиясы зерттеледі. Бағдарламаның ғылымилығы, бағыттылығы, гобелен тоқылмайтын гобелен техникаларында бұйымдарды дайындау технологиясы жасалады. Бізде жаппай қазір осы өнер гобелен не үшін қажет деп сұрақ туындауы мүмкін. Мектеп оқушыларына қазір көркем еңбек, бейнелеу, сызу деген пәндерді қысқартып тастаған. Сол себепті бізге үйірме жұмысы, осындай авторлық бағдарламалар өте керек и басты роль атқарады. Мен осы гобелен туралы авторлық бағдарламамды жазған кезде көп ғылыми жұмыстарды зерттеу барысында болдым. Енді осы гобелен не үшін қажет дегенде мен айтар едім, ең бірінші біз өсіп келе жатқан өскелең жас ұрпақты ұқыпты, тыңғылықты, терең ойлай алатын, өмірге қызығушылығы терең, белсенді азамат тәрбиелеу. Сол мақсатта осы гобеленнің қол өнердің тигізер әсері өте жоғары. Неге десеңіздер, бұл гобелен тоқу өте шыдамдылықты талап етеді және ұқыптылыққа үйретеді. Сонымен қатар бояу түстерін ажырата білуді де терең талап етеді. Яғни бұл мидың жұмысын жақсартуға, есте сақтау қабілетін дамытуға өзін қосатын үлесі зор. Сондықтан гобеленді тек қана менің ғана бағдарламам емес, жалпы осы көркем еңбек пәніне құрастырылған кез келген авторлық бағдарламаны мектептің оқу жоспарына енгізіп, қолданысқа балалармен жұмыс жасауға қолдану керек деп ойлаймын. Ол бірден бір осы қазіргі технологияның заманында балалардың бір уақыт тынығып, миын тынықтыруға таптырмас құрал деп санаймын. Енді гобелен өнерінің менің бағдарламамның ең басты мақсаты және күтілетін нәтижесі балалар өз өмірлерінде хобби дейді ғой, болашақта үлкен өмірге де аяқ басқан кезде де бір затпен айналыса алатындай өнердің түрімен танысып, оқып біліп, бүкіл технологиясын үйреніп шығады. Енді құрметті әріптестер, тыңдағандарыңызға рахмет. Айтсам көп айтуға болады әрине, бірақ оған уақыт шектеулі. Қазақтың қай өнері болса да бізге қымбат бағалы. Сіздерге де осындай авторлық бағдарламалар жазып, іс-тәжірибемен бөлісуге шын ниетпен тілектеспін. Бүгінгі әріптестерімнің барлықтарына кері байланыс беруді сұраймын. Егер бағдарлама қызық болса, хабарласуларыңызға болады. Бұл бағдарлама қазір біраз мектептерге енген. Қазіргі осы өзіміздің 198 мектептің да былтырғы оқу жоспарларына да енгізіліп қолданыс үстінде. Назарларыңызға рахмет, сіздерден кері байланыс күтемін.